Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы этно стильдегі сәукеле жасау. Сабақтың мақсаты оқушыларға фетрдан ұлттық бас киім сәукеле тігу технологиясын үйрету және эстетикалық талғаммен әшекейлеу. Негізінен сәукеле әйелдің бас киімі. Оны ұзатылған қыздар және жанына еріп жүретін құрбылар киген. Сәукеленің негізгі бөлшектері тәж, төбе, құлақбау және артқы бойы. Сәукеленің төбесі қиық конус тәрізді болып келеді. Оның төбесінде тәж деп аталатын жартылай дөңгелек айдары болады. Оны асылтас, алтын, күміс, меруерт, маржанмен өрнектеп, алтын жіппен әшекейлейді. Жұмысымызды бастамас бұрын, ең алдымен қауіпсіздік ережені есте сақтап алуымыз керек, есімізге түсіруіміз керек. Қайшымен жұмыс жасау кезінде еңбек сабағына арналған ұшы доғал қайшыны пайдалан. Қайшыны тек өз жұмыс орнында ғана пайдалан. Қайшының ұшын жоғары қаратып ұстама. Қайшыны ашық күйінде қалдырма. Екінші адамға қайшыны жабық түрінде сабы жағымен ұсын. Қайшымен қию кезінде жүрме. Ешкімге жақындама. Қайшының алмасына зер салып қи. Жұмыс орнында қайшы қабына салып қой. Инемен жұмыс жасаған кезде саусаққа оймақ киіп тігу керек. Инелермен түйреуіштерді белгілі бір жерде арнайы қорапта, жастықшада шаншып қою керек. Оларды жұмыс орнында үстелде қалдырмау. Инені түйреуішті ешбір жағдайда ауызға салмау керек. Тігін тігуге тот басқан инені пайдаланбау керек. Тігін үлгілері мен маталарды түйреуіштің өткір ұшын өзіңнен әрі қаратып бекіту. Жұмысымызды бастаймыз. Сәукелені тігу үшін ең алдымен бізге мынандай қима қағаз дайындап аламыз. Бұны ақпараттар кәдімгі дәл осындай етіп қима үлгі дайындап аламыз. Егер де сіздің басыңыздың размері, өлшемі 54 болған жағдайда біз дәл осындай қимадан 9 см қылып 6 қима дайындап аламыз. Осы қиманы фетр матаның бетіне үлгісін сызып аламыз. Фетр матаның бетіне үлгісін осылай етіп сызып аламыз. Мінекей біздің мынау үлгіміз дайын болды. Енді осыны қайшымен қырқып аламыз. Қайшымен қырыққан кезде ең алдымен шетінен бастаймыз. Шетінен бастап қырқып, ең соңына дейін қырқып тастамауымыз керек. Жартысын ғана, мынадай қылып жартысын ғана қырқамыз. Осылай етіп барлық қималарды немесе үлгілерді қырқып шығамыз. Мінекей біздің үлгіміз дайын болды. Енді мына жерде ручкамен тағы да біз белгі салып аламыз. Бұл жерде жаңағы біздің сәукелеміздің етек жағы әдемі көріну үшін шамалы доғалдап қиып алып тастаймыз. Осы сызған жерімізді доғал болып қырқып аламыз. Енді бізге көп ине жіп керек. Инемен жұмыс жасаған кезде жаңа ескертіп өттігі қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, инені аузымызға салуымызға болмайды. Өзінің арнайы орында сақтауымыз керек инені. Біз енді сәукелемізді жанына қиған
қимамыздың шетінен жүрмеу тігісі арқылы жұмысымызды тігуді бастаймыз. Сөйтіп жүрмеу тігісі арқылы барлық қимамызды осылай тігіп шықтық. Міне тігіп шықтық. Біздің этностильдегі сәукелеміз дайын. Енді бұған біз әшекей бұйымдарды жапсырып, мына жерде ең аяқ жағына дейін тігіс барған жерді біз бас киіміміздің арты деп есептейміз да, алдыңғы жағын таңдап алып осы жерге жақсы әшекей бұйымды жапсырамыз. Сонан кейін төбесіне әппақ үкі жапсырсақ, біздің сәукелеміз бітіп. Келесі сабақта оқушылар осы дайын болған сәукелемізді әшекейлейміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.